Әмеңгерлік азабы 3 бөлім. Іңір болғаннан-ақ Сақыптың таңертең қобалжыған жүрегі тағы да өрекпіп бір жерде отыра алмады. Басы айналып, көзі қарайды. Домалақтау шойын құманға шай қайнатып, алдына орамал төсеп, наннан бір сіндіріп алып, шайын ішейін деп еді, ар жағынан бірдеме итеріп тұрғандай ас батпады. Сұраған Сақыптың алдында отыр еді. Аналық мейірімі ұстап, сұрағанды ол біресе құшырлана сүйіп, біресе бауырына басты. Сұрағанды ол күнде бесігіне бөліп ұйықтататын еді. Үрейленіп отырған Сақып 9 айлық құлынын қойнына салды да қасына қисайды. Жатар алдында есіктен өткізген жіпке арқанын жалғап, ортадағы ағашқа байлап қойды. Сұраған тез ұйықтағанымен Сақып көпке дейін ұйықтай алмады. Көзін жұмайын десе, алдына сөмпейіп, шашын жайған қара албасты келіп тұрған сияқты. Жүрегінің дүрсілі ме, немене, үйдің айналасы дүбірлеген сықылды болып кетті. Аз уақытта есік алдына бірдеме тықырлап келген сияқты. Малдары қораға қамаған, шығып кететіндей емес. Тілеген келді ме екен? Есік ашсам қайтеді деп орнынан тұра берді де, ол болса дыбыс берер еді ғой деп ашпады. Есікті біреу бірер рет жұлқыды да кетіп қалғандай болды. Ауылында Сидақ дейтін қылжақпас жігіт болатын еді. Оңаша қалған жас әйелді әурелей беретін. Тықырлағанды Сақып сол Сидақ шығар деп орнына отыра бергенде терезе салдыр ете түсті. Әлде кімдер үйге кіре бастады. Сақыптың жан даусы шықты. Ұшып есік алдына барды да сол кезде сіріңке жарқ еткенде артына жалт қараса, Таңқы дейтін өзіне таныс жігіт. Оның артында Жанабыл. Екеуінің қолында да балта бар. Бұлар Сәденнің жан достары және жесір дауында соның сойылын соғып жүргендер. Халінің неге айналғанын Сақып сезе бастады. Таңқы тілегенді құрдасым деп Сақыппен ойнай беретін. Құрдасай, мұның не деп Сақып жылап қоя бергенде, мәз саған құрдас деп Таңқы Сақыпты балтамен шауып кеп қалды. Ұйықтап жатқан Сұраған у-шу дауыстан шошып бақырып түрегелді. Ауыр жаралы Сақып, шырылдаған құлынымды паналасам, жаным қалар ма екен деген кісіше, оң қолымен көтеріп ала бергенде, Жанабыл келіп тағы да шапты. Көтере берген Сұраған Сақыптың қолынан ұшып кетті. Сақып та құлады. Одан кейін халінің не болғанын Сақып білмеді. Тек қана білгені, есі шала шарпы ене қалған бір шақта төсінде бір нәрсе жыбырлағандай болғанға қараса, Сұраған мәмесін сорып жатыр екен. Үй іші ала көлеңке, тегі таң білінсе керек. Сақыптың көз жасы іркілдеп, Сұрағанын құшақтайын деп еді, шамасы келмеді. Мейірімді ананың қанды сүтіне қоса, балапаны оның жанында сорып алғандай болды. Сақып тез жан тәсілім етті. Таңертең көршілері қызыл жоса қан болып жатқан Сақыпты төсіне жабысып, қан аралас сүт аққан мәмесін еміп отырған Сұрағанды көрді. Ауыл састы. Кімнен не болған ешкім біле алмады. Қас адамын ұрпағымен құртпай тынбайтын бай Сәденнің, мықты, батыл, қанышер Сәденнің сол түні
екі ұрысын жұмсап Сақыпты жайратқанын, өздері далада тілегенді жайратқанын ешкім білген жоқ. Бір үйлі жаннан бір түннің ішінде өмірлік бақытсыздыққа ұшырап, қанды сүт аққан мәмесін еміп, сұраған жалғыз қалды. Каналым ұнаса, тіркеліп, лайк басып, пікірлеріңізді жаза отырыңыздар.